Бисмилля, алхамдулилля. Осы заңға байланысты көптеген әңгімелер айтылып жатыр. Мынау біздің ұлтымызда бізге бір үйрететін нәрсе керек емес. Біздің ұлтымызда барлығы өзі жолмен, жөнмен орнына қойылып қойған болатын. Абай атамыз айтады, әкесі баласына ұрысса, ол да достығы дейді. Әке мен ана баласына ұрысатын болса, ол достықпен ертеңгі күні қиналып қалмасын деп, үйренсін, білсін деп қана ұрысады. Сонда қазақтың тарихын қарап отыратын болсақ, біздің бабаларымызда бір бала жетім қалған күннің өзінде де оны сыртқа жібермеген, нағашыларына беріп қойып қарап отырмаған, елмен бірге елдің ішінде болған. Жұрттың баласы сияқты қымбат киім кимесе де киімсіз қалмаған. Жұрттың баласы сияқты тойып тамақ ішпесе де аш қалдырмаған. Үйлендіріп үй жай қылып жіберіп отырған. Яғни жетім баланың өзінде сыртқа жіберместен жағдайын толық жасамаса да, бірақ көштен қалдырмай алып жүрген бабаларымыз. Және біздің бабаларымыздың бала тәрбиесінде 5 жасқа дейін патша сияқты ұста дейді. 5 жас пен 15 жастың арасында құл сияқты жұмса дейді. Ал 15 жастан кейін енді осы баламен істейтін тірлігін ақылдасып барып жұмса дейді. Сөйтсек 5 жасқа дейін еркін өскен бала өзінің ойындағысын еркін айта алатын болып өседі екен. Ал 5 жас пен 15 жастың арасында құл сияқты жұмса дегені барлық тірліктің дәмін татып көру керек екен. Өйткені тай кезінде таптапмын деген сияқты ертеңгі мықты айғыр болу үшін де тай кезінде таптап мінсе ғана ол шыдамды болады. Ал сол сияқты мына адам баласы да 5 жас пен 15 жастың арасында әкесі үйреткендей, үлкендері үйреткендей, атасы үйреткен, ағасы үйреткен сияқты әрбір тірліктің басын шалып, қиналып, бәрін көріп өскен жақсы болады. Неге дегенде, ертең өзі үлкен өмірге қадам басқанда әкесі жоқ, жанында ағасы жоқ, атасы жоқ, бір сондай бір басқа жерге барғанда, оқуға, жұмысқа барғанда, ол өмірден қиналуды көріп қойған, мына тірлікті істеп үйренген, мына бір тірлікті істеп үйренгендіктен, ол кез келген салада жұмыс істеп, абыроймен істеп кететіндей. Бір тірлік бастайтын болса, соңына дейін апаратын бір қасиеттері пайда болады. Не үшін десе, ол 5 жас пен 15 жастың арасында осы тірліктің, еңбектің арасында өскен болатын, көріп қойған болатын, бойына сіңіріп қойған болатын. Ал енді халық білет, балаларда күш-қуат деген өте көп болады. Осыған әкесі, анасы, атасы, әжесі сияқты үлкен кісілер сол күш-қуатты дұрыс жолмен өткізуді, жұмсауды, күш-қуатын бағдар беріп отырады. Ал енді балалық жасап, дұрыс емес деп жатса, арасында ұрсып та, ұрып та алатындай, қайтадан бағытын дұрыстап қоятындай етіп, осылай тәрбиелеп өсіріп жатқан болатын біздің халқымыз. Енді келіп, біздің елімізге келіп алып, балдарды олай емес, бұлай тәрбиелейді дейтіндей, мен өз басымда сенбеймін. Себебі, ол ертең баланы алып кеткен күнде де, Құдай сақтасын, енді ол нәрсеге бармайтын шығар. Баланы алып кеткен күнде де тура ата-анасына жан ашып қарайын деп тұрған кім бар екен о жағында? Сол үшін біздің аналарымыз көтеріліп, аналарымыз ашуланып, әкелер кез келген біздің ұлтымыздың үлкені бар, кішісі бар, бәрін ашуланып жатқаны осы. Әкесі мен анасы сияқты кім тұр екен ар жағында жан ашып тұратындай. Бұл жерде бәрі де біліп түсініп тұр. Бұл басқа саясат екендігін. Біздің ұлтымызды жою мақсатында, құрту мақсатында, бір-біріне жан ашымайтын етіп, ата-анасына жан ашымайтын етіп, тәрбиелеу мақсатында болып жатқан дүние екені көрініп ақ тұр. Алла тағалам сақтасын. Кешегі Қазыбек бидің анасы Тоқмейіл деген кісі болған. Ол кісінің тарихтарда келеді, Тоқмейіл анамыздың бір көзінде кемшілік болған дейді. Сосын бір аяғында кішкентай кемшілік болған екен. Соны кейбір кісілер мазақтайды екен. Аяғын айтып, көзін айтып, сонда ол кісі айтады екен, Тоқмейіл анамыз айтады екен, мені не десеңдер одыңдар, бірақ мен ертең елдің еңсесін көтеретін перзент туам деп айтады. Сол сияқты сол кісі мына Қазыбектей биді туып, тәрбиелеп өсірді, елдің еңсесін көтеретін. Ал енді халықпен санаспайтын болса, халықтың жағдайына қараспайтын болса, халықтың сөзін елемейтін болса, болашақты ойламайтын болса, ол елдің еңсесін көтеретін кісілер емес. Алла тағалам халыққа жан ашымайтын, халықты жылататын, аналарымызды жылататын кісілердің тарихымызда еш қайсысы өсіп өнген емес, ұрпағы да өсіп өнген емес, өсіп өнбейді. Сол үшін заң қабылдайтын орында отырған кісілерге айтарымыз, Алладан қорқыңыздар. Дұрыс халқымызға пайдалы жағына қарай шешім қабылдауды Алла тағалам нәсіп етсін. Сөйтіп өсіп, өніп, келешек болашақ бала-шағаларымыздың алдында тарихымызда
жақсы еңбек жасап кеткен, еліміз үшін еңбек жасап кеткен кісілердің қатарынан болып, тарихта әдем болып сондай қалуды Алла тағала нәсіп етсін. Еліміздің еңсесі биік болсын. Құдай тағалам тыныштық, амандығын берсін.